Сәлем достар, бүгінгі видеода Остров сериалының бірінші бөліміне шолу жасайтын боламын. Алдымен арнаға тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал мен шолуды бастайын. Кино басында қыз бен жігіт фотографпен бірге үйлену тойларын арнап суретке түсуге келеді. Олар біршама жол жүріп, ақыры дегенде бір мүсіндердің қасына жетті. Олардың айтуынша бұл ерекше құбылыс. Себебі мұндай мүсіндер бір-біріне қатты жақын тұрмайды. Фотограф камерасын дайындап жатқанда, бұл қыз бен жігіттің бір жері қышып тасты ұстай кетеді. Одан бөлек оларды алыстан бір адам аңдып тұрған еді. Осы кезде біз тас мүсіндердің балқып жатқанын байқаймыз. Тастар біртіндеп жарылып, ақыр соңында қирап тынды. Оның ішінен белгісіз дұқ шығып, үйіне кіргендей осы екеуінің ішіне кіріп алды. Олардың аузынан ұлут еткес бір жәндіктер жерге түсті. Бұл жәндік фотографқа беттеген кезде жігіт оны басып мыжып тастайды. Оның артынан үйленгелі жатқан жігіт жақындап, біртіндеп құбыжыққа айналды. Артынша жігітке бас салып жатқанда, қыз кейпіндегі құбыжық мен тоқпын дегендей өз шаруасымен кетті. Ендігі байқұс жігітті от души сойып жатқанда, құбыжықтың басына қанжар келіп ампета қалды. Бұл жағдайдан соң бізді бір шіркеудің ішіне ауыстырады. Онда қыздың кеудесіне қанжар қадалып тұрған сурет бетін қанталап жатқанын көреміз. Шіркеу басы қызметшіні дереу бір шіркеушіге жұмсайды. Ол жігіт мұнда бір қыздың ішінен жынын шығарып жатыр. Қызметші жігітті шақырып, өзі байқұс қорыққан күйі ана қыздың қасында қалады. Суреттегі қыз ерте заманнан осы әлемнің тұрақтылығын сақтау үшін зұлымдарды түбімен жойып жіберетін жалғыз адам болған. Бірақ ол өз міндетін орындай алмай қайтыс болыпты. Ал суретте көрсетілгендей, қызды өлтірген адам осы күнге дейін тірі жүр. Бірақ та олардың бақтарына қарай құтқарушы басқа қыздың денесінде тірілген. Және уақыт өте тағдырына сай ол қайтадан осы островқа оралады екен. Жалпы түсіндіріп кетейін, бұл остров сиқырлы және құтқарушы қыз абриатты, яғни зұлымдардың барлығын жою үшін осы мекендегі бір жерде өзінің күшін қолдану керек. Ал зұлымдарды анау-мынау емес, олардың басты мақсаты жаңа қызды әлсіз кезінде өлтіріп, зұлым істерін жалғастыру. Сондықтан шіркеу басы Джованни есімді шіркеушіні сол қызды қорғап әлемді құтқару үшін жіберді. Ал енді кадр басқа жаққа ауысты. Бұл уақытта құтқарушы қызымыз журналистердің алдында сайрап тұр. Ол үлкен компанияны басқаратын адамның қызы, және әрине ол өзінің қабілеті жайлы әлі ештеңе де білмейді. Кешкі отырыс кезінде қыздың теткасы келіп кішігірім шу шығарады. Ал үйге қайтып бара жатқанында олар байқамай ДТП-ға түсті. Жүргізуші шығып әңгіме айтқысы келгенде олар өзін кінәлап бастайды. Сол кезде Минхо шығып, жағдайды өз қолына алды. Сөйтсек бұл әдейі жасалған іс екен. Ертесіне бұл жаңалық беттеріне шығып, халық арасында шу басталды. Осы жағдайдың әсерінен олардың компаниясының акциясы түсіп кетті. Жұмысқа келгенде әкесі қызына ұрсады. Минхо бұл нәрсені теткасы жасағанын айтса да, бұл жағдайды еш өзгертпейді. Сондықтан халықты тыныштандыру үшін бұл қыз басшылықтан кету керек. Осылайша қыз уақытша островқа барып, мұғалім болуына тура келеді. Ұшақтан түскенде оларды журналистер күтіп алды. Сондықтан машинасына өзі жалғыз кетті. Қыз далаға шыққанында ерекше бір құбылыс болады. Орман ішіндегі әжей құтқарушының островқа келгенін сезгендей. Ендігі машинаға келіп қалғанында қыз кино басындағы құбыжықты көрді. Ой, осылай қырғын жарыс басталады. Қыз фургонның ішіне кіріп паналады. Бірақ құбыжықта осал емес, ол темірді жай ғана тесе салады. Ендігі байқұс қызды өлтіргелі жатқанда кино басындағы қанжары бар Ван есімді жігіт келіп оны құтқарып қалады. Және қызға қарап, өзінің танысын көргендей қарап тұрды. Бір кезде қызда тағы бір құбылыс болып талып қалды. Ол көзін ашқанда төсегінде жатыр. Оның бұл островтағы тұратын жері таудың бір бөлігінде. Бұл уақытта Ван тас қалап жатыр. Оның қасына әжей келіп, Минхоның осында келгенін сездім дейді. Осы кезде біз бұл адамдардың көне заманнан бері өмір сүретінін білеміз. Ван әжейге Минхоны танымағанын айтады. Сонда әжей қыздың қабілеті әлі толық ашылмағанын біледі. Осылайша біз олардың естеліктеріне өтеміз. Адамдар қырылып жатыр. Бұл ауылға құбыжық шабуыл жасап, бір ғана бала тірі қалған екен. Сол уақытта әжей басшыға барып, антиқұбыжық жасауға қарсы болады. Антиқұбыжық деген сол құбыжықтарды өлтіре алатын адам. Әжейдің қарсы болуына осыған дейін қаншама бала қырылып, олардың ешқайсысы антиқұбыжық бола алмағанда екен. Шал болса бұлай жасамасақ, құбыжық барлығын қырып тынады дейді. Кешкісін қамақтағы балдарды алып, шынайы бейнесінде ұсталған құбыжықтың қасына алып келеді. Бұл құбыжықтарды нәпсі құмар жын деп атайды екен. Олар жер құрылғаннан бастап жаман ойлармен қоректеніп мекендейтін көрінеді. Ол еш аяусыз бүкіл тіршілікті жоюға дайын екен. Ата оларға адамның күші бұл құбыжықтарға жетпейтінін айтты. Тіпті осы бір құбыжықты ұстаудың өзіне мыңдаған адам өмірін қиған екен. Ал сендер осыларды өлтіріп,
бізге көмектесе аласыңдар деп өздерінің ритуалдарын бастайды. Олар құбыжықтың қанын алып, әрбір баланың денесіне тіліп, сонда құяды. Ертесінде 2 бала ғана тірі қалды. Ата оларға енді сендердің қандарыңда құбыжықтың қаны бар, сондықтан сендер енді жартылай адам әрі жартылай құбыжықсыңдар дейді. Ендіге оларды күнделікті антиқұбыжыққа айналу үшін дайындап бастайды. Бұл уақытта әжей Бонжон атты қызға келді. Бұл қыз енді өсіп келе жатқан құтқарушы еді, ал кішкене баланың бірі қанжары бар Ван болатын. Біз қайта шын өмірге оралдық. Минхо директордың алдына келіп, жұмысқа тұрғанымен қоймай мектептің жағдайын жасайды. Бұл қыз туралы барлығы жаңалықтан естігендіктен оны қуана қарсы ала қоймады. Минхо кабинетіне келсе, іші толған шаң екен, және ол осы жердегі бұрынғы құрбысымен жолығады. Түн бата үйіне қайтып бара жатқанда қызға бір ақпарат келеді. Сөйтсек алдындағы қасақана видеоны жасауға тәтесіне көмектескен өзінің адамы екен. Өзіне отбасынан жақын сезінген адамы осындай нәрсе жасағанына қыз әбден қапа болады. Сосын оны жамбасқа атып, машинасын тастап жаяу кетіп қалды. Жігіт ендігі орнынан тұра бергенде ішіне жан кіріп құбыжыққа айналды. Қыз түн ортасында келе жатыр. Сет өшіп енді алдына қарай бергенде қыз қашып түбінде ұсталып қалды. Тісін ала жүгіргенде Ван келіп қайта қызға араша болды. Осымен достар, бірінші бөлім соңына жетті. Шынымды айтайын, негізі бұл сериалды түсіндіру оңай емес. Неге десеңіздер, бір көргеннен түсіне салу өте қиын. Сондықтан сіздерден үлкен қолдау күтемін. Әрине лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Және де 700 лайк жиналған кезде екінші сериясын міндетті түрде шығаратын боламын. Келесі кездескенше достар.